Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін біз ерінчек хачапури дайындайтын боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмаш үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, бұл ерінчек хачапуридің жасалуы өте оңай. Сонымен бізге керегі ұн, ірімшік, сүт, жұмыртқа және аз ғана тұз. Ең алдымен 200 грамм ірімшікті осылай үккіштен өткізіп аламыз. Кез келген үккіштен өткізе беруге болады, және кез келген ірімшіктің түрін қолдансаңыз болады. Келесі кезекте ыдысқа бір жұмыртқаны салып, және шым-шым тұз салып, тұз ерігенше жақсылап венчикпен араластырамыз. Егер сізде венчик болмаса, шаншқымен араластыруға да болады. Одан кейін қоспамызға 200 мл сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, жылы болса да, салқын болса да бола береді. Одан кейін қоспамызға үккіштен өткізілген ірімшікті қосамыз, және жақсылап венчикпен араластырамыз. Ірімшікті араластырып болғаннан кейін қоспамызға 200 грамм ұнды қосамыз. Ерінчек хачапуридің қоспаларының барлығы қосылып болды. Енді жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде біздің қоспамызда түйіршіктер қалмауы керек. Достар, біз жасап жатқан хачапуридің қамырының массасы осындай қоюлықта болу керек. Келесі кезекте тапамызды қыздырып, осындай сары маймен майласаңыздар да болады, немесе сұйық майды аз ғана құйсаңыздар да болады. Осылай жасап алып, массамызды құямыз. Массаны құйғаннан кейін жақсылап қасықпен немесе лопаткамен жиек-жиегіне жеткізіп, жайып шығамыз. Одан кейін 5-10 минутқа қақпағын жауып, газның астын жай отқа қойып қоямыз. Бұл ерінчек хачапуридің екі жағын алмастырып пісіреміз. Сол үшін бірінші астын пісіріп аламыз, одан кейін келесі жағын аударып, екінші жағын пісіретін боламыз. Достар, мінекей асты пісті, енді екінші жағын пісіретін боламыз. Ол үшін осылай екі қасықтың көмегімен немесе осылай аударып, екінші жағын пісіреміз. Оны да 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін біздің ерінчек хачапуриларымыз дайын болады. Достар, мінекей қараңыздаршы, аз ғана уақыттың ішінде балалардың сүйіп жейтін хачапури дайын. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Піскеннен кейін мен біраз уақытқа суытып қойдым. Негізі ыстықтай жесеңіздер дұрыс болады. Балалар жейтін болғаннан кейін біраз суыттым. Өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер. Және аз ғана уақыттың ішінде 15 минутта дайындауға болады. Достар, менің каналымнан келесі рецепттерді жіберіп алмас үшін және бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және комментарий бөліміне өз комментарийларыңызды жазып қойыңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер, оны да комментарий бөліміне жазуларыңызды сұраймын.